Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өзімнің каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл біздің кезекті видео. Бүгінгі видеода біз сіздермен кәсіптен шығып, кәсіпті сыртынан басқару үшін не істеу керек деген сұраққа жауап береміз. Себебі көптеген кәсіпкерлердің ойында жүрген, көптеген кәсіпкерлерді мазалайтын, осы сұрақтың шешімін таппай жүрген кәсіпкерлер өте көп. Маған инстаграмнан да жазады, көптеген сұрақтар келіп жатады. Сондықтан осы сұрақтың түбегейлі жауабын сіздерге бүгін бергім келіп отыр. Жалпы кез келген кәсіптен шығып, кәсіпті сыртынан басқару үшін не істеуіміз керек? Кез келген кәсіпкер ол ең бірінші басшы. Соны аңғарып алу керек. Басшының ең негізгі қағидасы, міндеті ол дұрыс қызметтерді дұрыс жерге қоя білу. Ол ең біріншісі, яғни осыдан басталады. Егер сіз компанияға дұрыс адамды дұрыс жерге қоймасаңыз, онда ол қызметтердің артынан үнемі тексеріп жүру керек болады. Ол қызметтерге үнемі мотивация беріп жүру керек болады. Ол қызметтерге үнемі кешіккен үшін штраф, айыппұл салып тұру керек болады. Жалпы жұмысы өте көп, сондықтан компанияңыздың табалдырығынан дұрыс қызметке, дұрыс қызметтерді қоя білу. Бұл өте маңызды. Бұл бірінші сатысы. Яғни дұрыс жерге дұрыс адамды қойсаңыз, сіз оған мотивация да бермейсіз. Сіз оған жұмысты қайта-қайта түсіндірмейсіз. Сіз оны артынан тексеріп жүрмейсіз, себебі дұрыс қызметкер өзінің жұмысын нақты білетін болса, кәсіби біліктілігі жоғары болатын болса, ол өз міндетін жоғары деңгейде орындайтын болады. Екінші нәрсе, өте маңызды нәрсе, кез келген бизнестен шығып сыртынан басқару үшін компанияға келетін клиенттерді, компанияға клиенттер келеді ғой, сол компанияға клиенттердің келуін сіздің көмегінсіз орындалуын қамтамасыз ету. Қарапайым тілмен айтқан кезде, сіз компанияға сол маркетинг саласына араласпай, сіздің ешқандай ықпалынсыз компанияға клиенттер өз бетімен келе беру керек. Яғни осы тұсқа бір маңызды адамды қоя білуіңіз керек. Мүмкін ол маркетолог болады, мүмкін коммерциялық директор. Егер сіздің компанияңыз кішігірім бір 5 қызметкерден тұратын болса, онда бір сол маркетинг саласынан жауапкершілігі, біліктілігі жоғары қызметкерді қойып, сол қызметтерге сіз осы компанияда клиенттердің келу үшін қандай іс-әрекеттер жасап жатырсыз, сол іс-әрекеттердің барлығын үйретіп, және де сіздің көмегінсіз сол қызметкер сол функцияларды орындап, клиенттердің келуін қамтамасыз ету. Екінші маңызды бөлім, яғни клиенттердің компанияға сіздің ықпалынсыз келуін қамтамасыз ету. Үшінші нәрсе, енді клиенттер қаптап келіп жатыр сіздің көмегінсіз. Енді сол клиенттердің риза болып кетуін, және де сол клиенттерге сіздің өніміңізді дұрыс бере алатын, жеткізе алатын қызметтерді қоя білу. Оны нарықта әртүрлі айтып жатады. Кейбір компанияларда ол қызметті функцияны исполнительный директор атқарады, кейбір компанияларда администраторлар атқарады, оны кейбіреулер операционды директор деп атады, операционный менеджер деп айтып жатады. Бұл маңызды емес, ең маңыздысы сол атқаратын функция. Яғни клиент келгеннен кейін ол клиентті жақсылап күтіп алу, немесе телефонмен жақсылап жауап беру, ол клиентке сіздің өнімдеріңізді, жалпы тауарларыңызды, сіздің қызметіңізді жоғары деңгейде дұрыс түсіндіре білу. Одан кейін ол қызметкерді түсіндіріп болғаннан кейін тауарларды ұсыну арқылы сіздің сатылымыңызды көбейту, сіздің өнімдеріңіздің қасында ұсақты тағы да сондай өнімдер болатын болса, орысша айтқан кезде дополнительный продажа деп айтып жатады оны. Сондай өнімдерді ұсыну арқылы чекті жоғарылату, және де клиенттің ақшасын алып, тауарды аман-есен жеткізіп, клиентті риза қылып шығарып салу. Жалпы осындай процестер, әр компанияда өзінің процестері бар. Яғни, былай қарапайым тілде айтқан кезде, клиенттің сіздің компанияңызға кіргеннен бастап, сіздің компанияңыздан сіздің қызметіңізді, өніміңізді қолданып, риза болып шыққанға дейінгі процестерді атқаратын операционды директордың болуы. Яғни бұл жерде де сіз өзіңіз атсалыспауыңыз керек. Көптеген басшылармен сұхбаттасу кезінде мен сұрақтар қоямын әртүрлі. Сол кезде көптеген кәсіпкерлер уақыттары жоқ. Неге уақыт жоқ деген кезде олардың айтатын сөздері тауарларды қабылдап алу керек, инкассация жасау керек, тауарларды тастау керек, кассаны қабылдап алу керек, жалпы қызметкерлердің айлығын есептеу керек. Егер мен кәсіптен кетіп қалатын болсам, мен компаниямның сапасы түсіп кетеді, қызметкерлер лағып кетеді. Әртүрлі сылтаулар айтады. Бұның барлығы негізі операционка. Бұл операционка деп аталады. Егер компанияның басшысы бұл операционканың ішінде белгілі бір процестерді өзі атқаратын болса, онда ол компания дамымайды. Неге десеңіздер, себебі басшының компанияны дамытуға уақыты жоқ. Себебі басшының бүкіл білімі, біліктілігі, фокусы сол операционды жұмыстарды жасауға кетіп жатыр, энергиясы кетіп жатыр. Ал компанияны дамыту үшін
компанияның басшысы өзінің энергиясын, біліктілігін, фокусын компанияны дамытуға бағыттау керек. Адамдармен кездесу керек, кәсіпкерлермен араласу керек, өзіне деген мүмкіндіктердің санын көбейту керек, компанияның сатылымын көбейтетін каналдарды жоғарылату керек. Ал оның барлығын жасау үшін компанияның басшысы операционды жұмыстарға араласпау керек. Сондықтан осы тақырыпты қорыта кетейік. Ең бірінші, дұрыс адамды дұрыс жерге қоя білу. Екінші, компанияға келетін клиенттердің ағымын компанияның басшысы өзінің ықпалынсыз жұмыс жасап отыруын қамтамасыз ету. Үшінші, ол операционды директорды қою. Яғни компанияның операционды жұмыстарына араласпау. Осы үш нәрсені сіз дұрыс қоятын болсаңыз, әрине бірден емес, бірақ біртіндеп баяу сіз компаниядан шыға бастайсыз. Бұл ақпараттар тек қана бизнестің иелеріне ғана пайдалы емес, бұл ақпараттар студенттерге де, бизнесі жоқ адамдарға да, жұмысқа кіргісі келетіндерге де барлығына пайдалы. Себебі бұл ақпараттарды біле тұра, біз кез келген нәрсені жүйелі түрде жасай бастаймыз. Егер де менің берген ақпаратым сіздерге қызық болатын болса, онда міндетті түрде лайк басыңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер осы ақпарат сіздің достарыңызға, таныстарыңызға көмегін тигізеді деп ойласаңыздар, онда міндетті түрде бұл осы видеоның сілтемесін достарыңызға жіберіп, осы парақшаға тіркелуге кеңес беріп қойыңыздар. Алда тағы да көптеген пайдалы ақпараттар болатын болады. Мен сіздерді келесі видеомда күтетін боламын. Сау саламатта болыңыздар.